Ақпан айының 14 жұлдызында әлемнің көптеген елдерінде әулие Валентин күні атап өтіледі. Бұл мерекенің шығу тарихына байланысты нақты деректер аз. Бірі шіркеу қызметкері болған Валентин соғыс уақытында ғашықтардың некесін жасырын түрде қиған десе, екінші біреулер ол қуғын сүргінге ұшыраған христиандарды түрмеден азат ету жолында жазаланған дейді. Түрме басшысының қызына ғашық болғанда көрінеді. Кейіннен дін жолында азап шегушіні әрдайым еске алу мақсатында 14 ақпан діни мереке болып бекітіліптіміз. Ал орта ғасырларда Валентин күнін махаббатпен байланыстыра бастады. Осы күні сүйіктісіне сезімге толы хаттар жолдап, құшақ-құшақ гүл сыйлау дәстүрге айналды. Еліміз тәуелсіздігін алып, шетелге барыс келіс көбейгеннен кейін, бізде де Валентин күнін атап өтетіндер қатары жиіледі. Бүгінде ғашығына алғашқы сезімін білдіру үшін дәл осы күнді таңдайтын жастар аз емес. Сонда ділі мен діні бөлек қазақ халқы үшін бұл күнді тойлау қаншалықты дұрыс?